Бұл сабағымызда геометриялық прогрессияға байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші мысал. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі минус 0,3-ге және екінші мүшесі минус 0,6-ға тең дейді. Алғашқы 6 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Bunu шығару үшін алдымен алғашқы 6 мүшесінің қосындысының формуласын жазып қояйық. Бұл тең болады. B1 көбейтілген Q-дің 6 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген Q минус 1. Мұндағы Q дегеніміз еселігі. B1 бізге белгілі. Енді Q-ды табу керек. Q тең болады. B2 бөлінген B1-ге тең. Бөлетін болсақ, 2-ге тең болады. Енді орындарына қоя саламыз. B1 минус 0,3-ге тең. 2-ның 6 дәрежесі азайтылған 1. 2 азайтылған 1. Одан 1 шығады. Одан кейін оны жазбай ақ қойсақ та болады. Мына жерде 64 болады. Одан 1-ді алатын болсақ 63 болады. Екеуін көбейтетін болсақ минус 18,9 болады. Жауабы осы. Екінші мысал. Мүшелері оң геометриялық прогрессия үшін бірінші және жетінші мүшелерінің көбейтіндісі 121-ге тең болса, онда төртінші мүшесін табыңыз дейді. Bunu шығару үшін көбейтіндідегі B7-ге, яғни жетінші мүшесіне түрлендіру жасайық. Онда B1 көбейтілген B7 жетінші мүшесін B1 көбейтілген Q-дің 6 дәрежесі деп жазсақ болады. Бұдан B1 көбейтілген Q-дің 6 дәрежесін Q-дің 3 дәрежесі көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі деп жазсақ болады. Енді осы жерден мына B1 мен Q-дің 3 дәрежесін біріктіретін болсақ, бұл B4-ке тең, яғни төртінші мүшесіне тең болады. Мынау да дәл солай. Сонда бізде B4 көбейтілген B4 шығады. Ал бізде бұл 121-ге тең. Ал 121 плюс минус 11-дің квадратына тең. Бізде есептің шарты бойынша айтып тұр, мүшелері оң геометрия деп. Геометриялық прогрессия үшін дейді. Яғни, бұл жерде геометриялық прогрессияның төртінші мүшесі плюс 11-ге тең болады. Жауабы осы. Үшінші мысал. Шектеулі геометриялық прогрессия үшін бірінші мүшесі 128-ге, еселігі 2-ден 1-ге және алғашқы n мүшесінің қосындысы 255 екені белгілі дейді. Прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз дейді. Алдымен n мүшесінің қосындысының формуласын жазып алайық. Осы жерден мына n-ді табатын боламыз. Бұны ары қарай былай істесек болады. Мынау яғни көбейту болып кетті. Q-дің n дәрежесі минус 1 тең болады. B1 мыняққа бөлі болып барады. Бұдан Q-дің n дәрежесін табатын болсақ, қосу 1 болып барады.
Енді орындарына қоятын болсақ, кубымыз 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1-дің n дәрежесі тең болады 255 q минус 1 дейді. 2-ден 1 азайтылған 1 қосылған 1. Мынау бізде минус 2-ден 1-ге тең болады. Оны біз былай жазсақ болады. Минус 2-ден 255 және ортақ бөлім берсек, мынау 128 болады. Қосу 128 бөлінген 128. Енді бұдан мына жерден ортақ бөлім береміз. Мынаған 2 болады, 256 болады. Одан 255-ті азайтатын болсақ, 2-ден 1 болады. 2-ден 1 128. Бұл тең болады 256-дан 1 болады. Бұл 256-дан 1 дегеніміз 2-ден 1-дің 8 дәрежесі. Енді мына жерден 2-ден 1-дің n дәрежесі, 2-ден 1-дің 8 дәрежесі. Сонда n тең болады 8-ге. Яғни жауабы 8. Төртінші есеп. Геометриялық прогрессияда 3-ші және 8-ші мүшелерінің қосындысы 24-ке тең дейді. Ал 4-ші және 9-ші мүшелерінің қосындысы 72-ке тең дейді. Берілген прогрессияның еселігін табыңыз дейді. Жазып алайық. 3-ші мүшесі және 8-ші мүшесінің қосындысы 24-ке тең дейді. Және 4-ші мүшесі мен 9-ші мүшесінің қосындысы 72-ге тең дейді. Осы жерден еселігін табыңыз дейді. Бұны жүйе құра салайық. Бұдан ары қарай b3-ті b1 көбейтілген q квадрат қосылған 8-ші мүшесін b1 көбейтілген q-дің 7 дәрежесі деп жазып алсақ болады. Мыналарды да дәл солай 3 дәрежесі қосылған b1 көбейтілген q-дің 8 дәрежесі деп жазсақ болады. 2. Бұдан ары қарай b1 көбейтілген q-ды жақша сыртына шығаратын болсақ, мына жерден q-ның квадратын шығарайық. Сонда 1 қосылған q-дің 5 дәрежесі қалады. Бұл 24 тең 24. Мына жерден b1 көбейтілген q-дің кубын шығарайық. Мынадан 1 қалады, мынадан q-дің 5 дәрежесі қалады. Тең 72. Енді мына жерден екінші теңдікті бірінші теңдікке бөлетін болсақ, мынау мен мынау қысқарып кетеді. b1 мен b1 кетеді. q-дің квадратымен қысқарады да q-дің өзі қалады. Сонда q тең болады 72 бөлінген 24 болады. Бұл 3-ке тең. Жауабы 3 болады. 5-ші мысал. Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын тап дейді. Яғни мына жерде беріліп тұр. Бұл жерден бірінші мүшесін тауып алайық алдымен. Бірінші мүшесі 2-ден 5 екені көрініп тұр. Осыны жазып алайық. Бізге қосындысын тап дейді. Қосындының формуласын жазып алайық. Қосындының формуласы b1 бөлінген 1 минус q. Енді бізге b1 белгілі, q-ды табу керек. Q-ды табу үшін, яғни еселігін екінші мүшесіне бірінші мүшесін бөлеміз. Екінші мүшесі минус 3-ден 5-ке, ал бірінші мүшесі 2-ден 5-ке тең. Бұл жерде 5 пен 5 қысқарып кетеді. Сонда минус 3-ден 2 болады. Енді осыларды орындарына қоятын болсақ, b1 2-ден 5-ке тең, 1 азайтылған минус 3-ден 2. Мына 2 минус плюс болып кетеді. Сонда 2-ден 5. Ортақ бөлім келтіретін болсақ, мынаған 3 болады да, 3-ке 2-ні қосамыз, 5 болады. 3-ден 5 болады.
Оларды бөлу үшін 2-ден 5, 5-тен 3 оған бөлініп тұрса, енді орындар ауысып көбейту болады. Бұл жерден 5 пен 5 қысқарады да 2-ден 3. Яғни қосындысы 2-ден 3-ке тең. 6-шы мысал. Шектеусіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы 9-ға тең болса дейді, және бірінші мүшесі 6-ға тең болса, онда еселігін табыңыз дейді. Яғни қосындысы 9-ға тең дейді. Қосындысының формуласын жазатын болсақ, ол b1 бөлінген 1 минус q-ға тең. Енді бізге еселігін тап дейді. Бұл жерде b1 мен s белгілі, q белгісіз. Онда біз орындарын ауыстырамыз. S пен 1 минус q-дің орнын ауыстыратын болсақ, 1 азайтылған q тең болады. b1 бөлінген s болады. Бұдан ары қарай q теңдіктің келесі бетіне, ал мына өрнек мына бетіне қарай өтеді. Сонда q тең болады 1 азайтылған b1 бөлінген s болады. Сонда q тең 1 азайтылған b1-дің орнына 6, s-тің орнына 9-ды қоямыз. 9, 9-дан 6-ны азайтамыз, 3. 9 қысқарады, 3-тен 1 болады. Яғни еселігі 3-тен 1-ге тең болады екен.